Осы мәселеде әкені құрметтемеген баланың, яғни әкеге қол көтерген баланы көріп тұрмыз. Дегенмен де бұл мәселеде адамдардың жүрегіндегі соншалықты қатыгездікті көруге болады және отбасындағы тәрбиенің қаншалықты деңгейде нашарлап бара жатқанын байқаймыз. Ата-ананы құрметтеу әрбір баланың перзенттік борышы. Бабаларымыз ата-анаң жынды болса байлап бақ деген сөзді тек қана тілінде айтып қойған жоқ, семьяда баланың жүрегіне сіңіріп өсірсе керек. Бірақ дегенмен де осы жағдайдан бір қанша нәрсені байқауға болады. Біріншісі, ол сол әкенің балаға дұрыс тәрбие бере алмауы. Хазіреті Омардың заманында бір кісі Хазіреті Омарға келіп, менің балам маған дөрекі сөйлейді, бағынбайды дегенде, Омар ибн Хаттаб жаңағы балаға қарап, сен неге әкеңе құрмет қылмайсың дегенде, әлгі бала әкенің баланың алдында борышы қандай дейді. Сонда Омар ибн Хаттабқа әлгі балаға айта бастайды. Омар ибн Хаттаб, әкенің баланың алдында борышы жақсы қою, жақсы тәрбие беру, жақсы ислам тәрбиесін үйрету дейді. Олай болатын болса, бұл маған дұрыс ат қойған жоқ әкем, және маған дұрыс тәрбие берген жоқ, дұрыс ана талдаған жоқ дейді. Мен тәрбиемді болса көріп тұрсыз дейді. Міне сондықтан да біз бұндай жағдайларда бей-жай қалмауымыз керекпіз. Қасиетті Құранның өзінде де Алла Тағала бізге досымызбен қалай сөйлесуді, немесе бастығымызбен қалай сөйлесуді үйретпейді. Бірақ ата-анаменен қалай сөйлесуді үйреткен. Міне бұл Құдайдан кейінгі құрметтеуге ең ыңғайлы жан ата-ана екенін көреміз. Олай болатын болса, қазіргі таңда ата-ана мен баланың арасындағы мәміленің осы жағдайдан қазақ даласында өте қатты әлсіреп бара жатқанын көреміз. Олай болатын болса, бүгін нені ексең, ертең соны орасың. Балаға бүгін имани, мейірім тәрбие берсек, қартайғанда соның жемісін көреміз. Ал бүгін баламызға тәрбиесіне қарамасақ, ол көшеден осындай бұзақы тәрбиені бойына сіңірсе, ертең ол сізге қол көтерсе, немесе ол сізге қиянат қылса, сіз оған өкінгеніңізден ештеңе пайда бермейді. Видеолар бұрындары таралып жатты әртүрлі. Жалпы біріншіден жаңа айтылған бұл отбасылық тәрбиеге байланысты. Мүмкін бала отбасында кезінде жақсы тәрбие алатын болса, ол баладан ондай шықпау керек. Ал егер ол бала отбасында қорлық көріп, үнемі әкесінен таяқ жеп өскен болатын болса, ол іште қалып кеткен ыза болатын болса, ол кейін бір белгілі бір депрессия кезінде ол баладан шығуы мүмкін. Сондықтан бұл жақта қоғамда ондай нәрселермен болмасын деймін, ол дұрыс емес негізі. Бірақ оны осы желіде әкесін салып жатқан, боқтап жатқан бір жігіттің видеосын көріп қалдым. Шыны керек жүрегім ауырып, бір көңілім нілдей бұзылып кетті. Өзімнің әкемді есіме алдым, әкем есіме түсті. Баяғыда енді сөздің шыны керек, бәріміз ата-анамызды біз бір идеалдандырамыз ғой. Менің әкем ёп твою мать деп боқтайтын ашуланған кезде. Соған ренжитінмін, немене боқтай береді, осы боқтай береді деп. Кейін дүниеден өтіп кетті. Сол кезде үлкен ағам айтады, әкеміздің ёп твою мать дегені қалдарың қалай, не істеп жүрсіңдер деген сөз екен ғой. Соны білмеппіз де, түсінбеппіз де ғой дейді. Сондықтан мына әкенің барында қадірлегенге не жетсін, сыйлағанға не жетсін. Қазір енді мен сол өзімнің әкемнің бір боқтығына зар болып отырмын. Шіркін бір боқтаса ғой дейсің. Соған зар боласың, соны сағынасың. Сағынғаннан кейін не істейсің? Сол баратын жерің, сол зиратының басына барасың, болды. Енді бұндай видеоларды негізі меніңше таратпаған дұрыс. Бір жаңа күштік құрылымдарға ма, құқық қорғаушыларға ма да жіберу керек шығар. Бірақ оны таратқаннан аса бір үлгі боларлық, бір нәрсе өзгереді деп айта алмаймын. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Ал ұрпағын ортоқпақ ұрып атса да қиын. Әке асқартау, әкені ұруға болмайды. Әке деген ол биік тұлға ғой. Бәріміз әке. Мен саған бір нәрсе ескертем, атама не істесең, соны саған істеймін. Кейін балаң да саған соны істейді ғой, білесің ба? Бірақ өзімізден бастау керек та. Атама не істесең, саған соны істеймін дейді. Мен біріншіден папама сіз деп сөйлеймін. Сен де маған сіз деп сөйле, мақма? Папа, аяғыңызды қолап берейін ба?
Аталған факты бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Болған оқиғаның мән-жайы анықталуда. Қажетті жедел тергеу шаралары жүргізілуде. Оның нәтижелері бойынша тиісті шешім қабылданатын болады. Қазақстан Республикасы қылмыстық процестік кодексінің 201 бабына сәйкес тергеу мүддесіндегі өзге де ақпараттар жария етілуге жатпайды. Mene qilmiskerdi olib chiqdi. Qilmiskerdi aketdi, akesini. Бүкіл internetga tarqab ketdi u. Prokuratura bari keldi oğlum. Bari tekshiring.